Келесі тақырып химиялық формуланы құрастыру. Химиялық формуланың құрылымын қарастырып көрейік. Ең негізгі нәрсе ол индекс. Индекс ол элементтің астыңғы бөлігінде жазылады және осы элементтен неше атом бар екенін көрсетеді. Мысалы бізде осы формула жалпылама молекуланы көрсетеді және егер сутекте 2 индекс жазылатын болса, онда 2 сутек атомы бар деген сөз. Егер индекс мүлдем жазылмаса, ол 1-ге тең дегенді білдіреді. Ал кейбір химиялық формулаларда жақша қолданылады. Ол кезде индекстерді қалай қарастырамыз? Мысалы бізде осындай жақша бар және жақша ішіндегі және жақша сыртындағы индекстер кездеседі. Жақша ішіндегі индекс тек қана кәдімгі индекс секілді тек қана өзінің қасындағы элементке ғана сәйкес келеді, тек соған ғана тиесілі. Ал жақша сыртындағы индекс жақша ішіндегі барлық элементтерге тән. Бұл жағдайда тура математикадағыдай жақша сыртындағы сан ішіндегі әрқайсысына көбейтіліп шыққандай болады. Енді химиялық формуланы құрастырып көрейік. Ең алдымен 2 элементті жазып, олардың валенттіліктерін жазамыз. Сол валенттіліктерді бір-бірімен алмастырамыз. Сол кезде индекстері шығады. Келесі қадамында осы индекстердің арасында егер 1 болса, оны өшіріп тастаймыз. Себебі 1 деген мүлдем жазылмау керек. Сонда бізде заттың формуласы шығады. Кейбір жағдайларда индекстер қысқаруы мүмкін. Мысалы, бір элементте валенттілік 2, екіншісінде 4 болса. Ол жағдайда 2 мен 4 өзара қысқара алады. Қысқара алатын индекстерді бірден қысқартып тастауымыз керек. Сонда бізде 2 және 4-тің орнына 1 және 2 деген индекстер шығады. Осындай 3 қадамнан тұрады формула құрастыру. Біріншіден валенттіліктерін жазу керек, екіншіден оларды өзара алмастыру керек, үшіншіден қысқаратын индекстерді қысқартып, немесе 1 деген индекстер болса, оларды мүлдем жазбай кету керек. Енді бөлшектердің валенттіліктерін қарастырайық. Демек, осыған дейін бөлшектер деп айтып жатқаным осыған дейінгі жақша ішінде жазылатын заттар. Олар бірнеше элементтен тұрағанымен бір бөлшек секілді болады. Демек, өзінің жалпылама бір валенттілігі болады. Оларды жатқа білу қажет, сол үшін осы кестені жаттап алу керек. Енді күрделі формуланы құрастырып көрейік. Демек, осы бөлшектерді қолданып жақша қою арқылы. Ол тура осындай алгоритммен жүзеге асады. Мысалы, алюминий мен SO4-ті алып көрейік. Бұл жағдайда тура солай валенттіліктерін алмастырамыз, бірақ алюминийдің 3 валенттілігі SO4-тің сыртына кетеді. Демек, жақшаның сыртына орналасады. Сол кезде бізде осы заттың формуласы шығады. Демек, бұл жағдайда формула құрастыру дәл солай жүреді, тек қана жақшаның сыртында қойылатын болады индекс. Енді керісінше тауып көрейік. Демек, химиялық формуладан валенттілікті анықтауға да болады. Мысалы, бізде осындай зат берілген. Тура солай валенттіліктерін, демек индекстерін валенттілікке айналдырып, алмастырып қоямыз. Бірақ бұл жағдайда енді біз неге назар аудару керекпіз? Мысалы, біз оттекті көріп тұрмыз. Оттектің валенттілігі міндетті түрде 2 болу керек екенін білеміз. Ал оның валенттілігі 1 болып тұр. Демек, оны 2 еселеу керек. Және бір элементтің валенттілігін 2 еселейтін болсақ, қалғандарын да 2 еселеу керек. Демек, 1-де өзгеру керек. Сонда екеуінде 2 еселеген кезде біреуінде 6, біреуінде 2 екені анықталады. Осылай валенттіліктерін де таба аламыз. Бірақ кейбір жағдайларда валенттілік формула арқылы нақты табыла бермейді. Себебі кейбір құрылысы күрделі заттар болады. Олар элементтердің валенттіліктеріне толықтай сәйкес келмейді. Мысалы, N2O5 деген зат бар. Ол кезде валенттіліктерін индекстері арқылы тауып көрсек, азоттың валенттілігі 5 болғандай болады. Бірақ азот тек қана 4-ке дейінгі ғана валенттілік көрсете алады деген секілді. Бұл оның құрылысына байланысты. Демек, құрылысы күрделі заттардың валенттілігін табу қиынырақ болады.